Сіз егерде осы фишканы білмейтін болсаңыз, Pinduoduo'дан заказ бермей қойыңыз. Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі сабақта сіздерде заттың қалай оригинал екенін білетін боламыз. Мен поисқа 622-82 санын жазатын боламын. Так. Маған осындай страница ашылды. Қарап тұрсаңыздар, мына қара значоктар бұл осы магазиндердің оригинал және бренд екенін көрсетеді. Мысалы, мен мына сапожкаға кірейін. Қарап тұрсаңыздар, осы сапожканың астында мынау қара иероглифпен жазылған сөз тұр. Және де төменде 100% деген сан тұр. Яғни осы аяқ киімнің оригинал екеніне 100% кепілдік бар. Енді астына қарай 507 деген санға кіретін болсам, бұл бөлім комментарий бөлімі. Мына жерде, если сіз осы аяқ киімді алатын болсаңыз, мына сөздерді переводтап түсініп алсаңыздар болады. Және де мына жоғары тұрған галереяны басатын болсам, осы жерде бағана аяқ киім алған адамдардың живой фототиптары. Яғни көбінесе ожидание реальностьқа келгенде екеуі екітілі болып тұрады. Суреттегі бөлек және алған зат бөлек болып тұрады. Сол үшін осы бөлімге кіріп, аяқ киімдерді көріп алсаңыздар, яғни сенімді боласыздар. Дәл осылай, мынау көбінесе осы 622-82 санында бренд тек сапасы жақсы заттарды шығарып береді сіздерге. Мысал ретінде мен тағы да мына курткаға кіретін боламын. Бұл бөлімде қарап тұрсаңыздар, мына страницада тағы да қара значокпен берілген иероглиф тұр. Және астында 100% деп тұр. Яғни бұл куртка жақсы магазинде ең сенімді сапалы бренд, яғни бренд екеніне, сапалысына 100% кепілдік бар деген сөз. Негізі көбінесе осындай белгілері бар заттарды киім болсын, аяқ киім болсын, осы белгісі өте маңызды, өйткені сапасы да жақсы болып келеді. Қарап тұрсаңыздар, мынау киімдердің бәрі осы магазиндегі сатылған киімдер. Яғни осы адамдар алған және де живой фототиптармен бөліскен. Осылай төменге қарап көрсеңіздер болады. Және де мынау осы куртканың сатып жатқан магазині. Мынау иероглифтің үстін басу арқылы жоғарыда тұрған плюсик батырмасын басып, сіздер осы страницаға подписка жасайсыздар. Және де астында осы магазиннің көптеген басқа да киімдердің ассортименттері тұр. Тек қана куртка емес екен, бұл бөлімде басқа да ветровка болсын, свитер болсын, футболка болсын, басқа да түрлері көп. Және де осы подписка жасаған магазиндеріне сіздердің главная страницада жартылай заттары шығып тұрады. Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Менің каналыма подписка жасап, тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен көптеген мәліметтер бөлісетін боламын.